Қытайдың Гуян қаласында қазіргі 5 сайыстан әлем чемпионаты өтіп жатыр. Алдымен эстафеталық жарыста жүлделі орындар сарапқа салынды. Ерлер арасында Темірлан Әбдіраимов пен Лев Чувашов 7-ші сатыға табан тіресе, қыздар арасында Аяна Қазбекова мен Юлиана Петрова үздік 10-тан көрінді. Енді жекелей жарыстар өтеді. Өзге де спорт жаңалықтары жөнінде Жандос Айтбайұлы әңгімелеп береді. Сауд Арабия чемпионы Аль-Насыр маусым басталғалы ойын өткізіп, ұпайдан әлі шашау шығарған жоқ. Кеше Роналду және оның командаластары Әл-Иттифақ алаңына қонаққа барып, үлкен ерлік жасады. Ойын басталмай жатып-ақ қонақтардың жағдайы қиындап кеткен еді. Қақпашы алаңнан қуылып, Посекоглу бапкерге шабуылшыны қақпашыға алмастыруға тура келді. Жас қақпашы Абдулла Рахман Аль-Отайби қатты қобалжыған болу керек, үзіліске дейін-ақ 2 гол жіберіп алды. Алдымен Ондрей Дуданың соққысынан көз жазып қалса, тайын түгесер шақта Альваро Медранның соққысын қайтара алмады. Бас бапкер үзілісте Роналдуды да алаңнан алып тастады. Сол кезде Португалия жұлдызы біраз бұлқан-талқан болса керек, бірақ матчтан кейін бапкер шешімнің дұрыстығына көз жеткізді. Аль-Насырға тең ойынның өзі арманға айнала бастаған кезде Садио Мане белсенді. Сенегал футболшысы қарсыластар қақпасына қатарынан 3 гол соққан, бірақ біреуін төрешілер есепке алған жоқ. Таразы басы теңескен соң Аль-Насырдың қарқыны тарта түсті. Матчтың 77-ші минутында Аль-Амри соққан гол Роналду командасына маңызды ұпай әкелді. Реал үлкен тәуекелге бел буды. 19 жастағы Кот-д'Ивуарлық Ян Дьямонде есімді футболшы үшін 144 миллион еуро шығындады. Бұл корольдік клубтың тарихындағы ең қымбат трансфердің бірі. Енді Дьямонде сол шығынды ақтай ала ма? Ол енді уақыт еншісінде. Өткен маусымда ғана Лейпциг ивуарлық футболшыны Леганестен бар болғаны 20 миллион еуроға сатып алған болатын. Бундеслигада бір жыл ғана доп тепкен футболшының құны бірден аспандап шыға келді. Оған себеп Дьямондеге құда түсушілер көп еді. ПСЖ мен Манчестер Юнайтед және Арсенал клубтары немістермен саудаласып жүргенде Флорентино Перес ақшасын аяған жоқ. Футболшыға 7 жылдық келісім шарт ұсынып, кеше ресми түрде қол қою рәсімін өткізді. Енді Дьямонде 25-ші нөмірде Жозе Мауриньо қол астында тер төгеді. Теннистен үлкен дулыға жарыстарының соңғысы US Open осы жексенбіде басталады. Жарақатына байланысты сәуір айынан бері кортқа шыға алмаған Карлос Алькарас тәуір болса керек, жарысқа қатысатынын растапты. Ал әлемнің бірінші ракеткасы Янник Синнер биылғы турнирден шет қалғалы тұр. Өйткені алдыңғы айда алған жарақаты әлі жазылмаса керек. US Open'ның биылғы ұтыс қоры 108 миллион долларды құрайды. Бұл теннис жарыстарының тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Елдер арасындағы фавориттердің бірі Новак Джокович. Серб теннисшісінің ақш-та асық алысынан түсіп жатса, үлкен дулыға жарыстарындағы 25-ші титулын алады. Қыздар арасындағы жарыста тартысты болмақ. Рыбакинаға әлемдік рейтингте Арина Сабаленканың алдына шығатын мүмкіндік бар. Сондай-ақ корт иесі Коко Гауф пен Наоми Осака және Джессика Пегула мен Ролан Гаррос жеңімпазы Мира Андреевалардың бас жүлдеден дәмесі бар. Жандос Айтбайұлы, 24 KZ.